Сәлем достар. Бүгін сабақта біз сіздермен шартты сөйлемдер, яғни ағылшын тіліндегі conditional sentences'ді қарастыратын боламыз. Жалпы оқушылардың көп деп сұрайтын осы conditional sentence'ді қандай жағдайларда қолданамыз деп. Яғни біз оны осы шақта қандай жағдай болып жатқан нақты осы шақтағы іс-әрекетті білдіргенде қолданамыз. Немесе болашақта қандай жағдай болатыны жайлы, яғни сенімді болған кезде іс-әрекетімізге қолданамыз. Қалаған нәрсеміздің орындалғанын немесе басқа нәтиже күткен кезде қолданады екенбіз. Және өткен шақта қандайда болған бір жағдайлар болған кезде, қиялымызда қандайда бір жағдайды айтқан кезде, әлде қалай мен басқалай істеген кезде қалай болар еді деген өзіміздің бір қиялымыздағы әңгімені айтқан кезде осы шартты сөйлемдерді қолданады екенбіз. Ендеше мына жерде шартты сөйлемдердің түрлеріне көңіл бөліңіздер. Шартты сөйлем түрлері бұл zero conditional, first conditional, second conditional және third conditional. Жалпы бұл шартты сөйлем қазақ тіліндегі салалас, құрмалас сөйлемге ұқсас болып келеді. Яғни бағыныңқы сөйлем және басыңқы сөйлемнен тұрады. Бағыныңқы сөйлем деп отырғанымыз бұл шарттың өзі қойылатын бөлігі сөйлемнің, яғни if clause'бен жасалынады. Ал басыңқы сөйлем бұл нәтиже күтілетін бөлігі екен сөйлемнің. Сонымен бізде zero conditional деп отырғанымыз шартты сөйлемнің бағыныңқы сөйлемінде present simpleмен жасалса, басыңқы сөйлемде present simple'дан тұрады екен. First conditional бағыныңқы сөйлемде present simpleмен жасалса, басыңқы сөйлемінде future simple қолданылады. Second conditional бағыныңқы сөйлемде past simple қолданса, басыңқы сөйлемде would, could, might, яғни жаңағы to деген инфинитивсіз қолданылады екен. Third conditional бағыныңқы сөйлемде past perfect қолданса, басыңқы сөйлемде would, could, might және have етістігі өзінің үшінші формасымен қолданылады екен. Сонымен zero conditional дегеніміз не бұл? Zero conditional'ды біз қай кезде қолданамыз? Нақты қандайда бір фактілерді айтқанда, рас бір шын деректерді, бір шындықты, қандайда бір күнделікті қалыптасқан әдеттерді, ережелерді айтқан кезде осы нөлдік типтегі шартты сөйлемді қолданады екенбіз. Жаңа айтып кеттім, бағыныңқы сөйлемде present simple, басыңқы сөйлемде де present simple қолданады деп. Мысалы, қараңыздар. If I get sick, I go to the doctor. Егер мен ауырсам, мен дәрігерге барамын. Яғни нақты факты, нақты шындық. Ауырсам, дәрігерге барамын. If you like our videos, we are happy. Егер сіздерге біздің видео ұнаса, біз қуанышты боламыз. Ол шындық. If you want to be fit, you need to do exercise every day. Егер сіз шымыр болғыңыз келсе, сізге күнделікті жаттығу жасау керек. If I listen to loud music, I always have a headache. Егер мен дауысын қатты қылып әуен тыңдасам, менің әдетте басым ауырады. Ол шындық, шындық немесе әдет. He can't go to work if he doesn't wake up. Ол жұмысқа бара алмайды, егер оянбаса. I do my homework if you help me. Егер сен маған үй жұмысына көмектессең, мен үй жұмысын жасаймын. Яғни бұл нақты жаңағы іс-әрекетті, фактілерді, қандайда бір шындықты айтқан кезде осы нөлдік типтегі шартты сөйлемді біз қолданады екенбіз. Келесі first conditional, яғни бірінші типтегі шартты сөйлемдер. Бірінші типтегі шартты сөйлемдерді біз осы кезеңге немесе болашаққа қатысты орындаларлық мүмкін жағдайды көрсеткенде айтады екенбіз. Яғни өзімізге сенімді болған кезде, болашақта біз солай істейтінімізге сенімді болған кезде. Мысалы, жаңа айттым, бағыныңқы сөйлемінде, бөлімінде present simple, басыңқы сөйлемде future simple қолданады. If I get sick, I will go to the doctor. Яғни мен өз-өзіме сенімдім. Егер мен ауырып қалсам, мен міндетті түрде болашақта дәрігерге барамын. Яғни болашақта істелінетін іске біз сенімді болған кезде осы бірінші типтегі шартты сөйлемді қолданамыз. If I find her address, I will send her an invitation. Егер мен оның мекен жайын тапсам, міндетті түрде болашақта оған шақырту қағаз жіберемін. If you have studied for this exam, you will pass it. Егер
сен осы сабаққа дайындалсаң, сен бұл жаңағы сынақты тапсырып шығасың. If you watch this video till the end, it will be easy to pass the test. Егер осы видеоны аяғына дейін көріп шығатын болсаң, онда болашақта сен тестті тапсырып шығасың. If I have money, I will buy a flat. Егер менде ақша болса қазір, міндетті түрде мен сенімдімін, болашақта үй сатып аламын. Яғни басқа бір нәрсе емес, дәл үйді сатып алуға мен сенімдімін. Яғни біз болашақта нақты бір нәрсеге сенімді жасайтын іс-әрекетімізге сенімді болған кезде first conditionalды қолданады екенбіз. Келесі second conditional. Second conditional бұл жаңа айтты, бағаныңқы жағында past simple, басыңқы бөлігінде would, could, might, without to. Яғни инфинитив тусыз қолданылатын модальді етістіктер. Екінші типтегі бұл шарт сөйлемде осы кезеңге немесе болашаққа қатысты орындалу мүмкін емес жағдайды көрсеткенде, айтқан кезде біз қолданады екенбіз осы екінші типтегі шарт сөйлемді. Оны мысалдарға қарап, қазір түсініп көрейік. Мысалы, if I got sick, I would go to the doctor. Егер мен ауыра алсам, онда мен дәрігерге барар едім. Яғни осы шақта немесе болашақта мүмкін емес жағдайды көрсетіп тұр. Яғни мен ауырған жоқпын қазір, мен ауырып тұрған жоқпын, сондықтан ол мүмкін емес мен дәрігерге баруым. If I had money, I would buy a flat. Егер менде ақша болса, мен пәтер сатып алар едім. Бірақ менде ақша жоқ қой. Және мен болашақта ол пәтерді сатып ала алмаймын. Яғни ол мүмкін емес жағдай. If you could win it too if you tried harder. Сен де оны жеңіп шығар едің, егер кішкене жақсырақ тырысқаныңда. Яғни сен оны жеңе алмадың, яғни бұл мүмкін емес жағдай. Оны қайтадан өзгерту, қайтадан оны орнына қайтару мүмкін емес. If I were you, I would use this promo code end of summer. Егер мен сенің орныңда болғанда, мен осы жаздың аяғына деген промокодты қолданып қалар едім. Бірақ мен сенің орныңда емеспін, және мен оны қолдана алмаймын, яғни мүмкін емес жағдай. If she were you, she would go to that party. Егер ол сенің орныңда болғанда, ол кешке барар еді. Бірақ ол мүмкін емес. Оны өзгерту. Ол сенің орныңда да бола алмайды, және болған күнде де ол жерге бара алмайды. Ал енді third conditional, үшінші типтегі шарт сөйлемдер бұл өткен кезеңге қатысты орындалу мүмкін емес жағдайды көрсетеді. Жаңа екінші типтегі біз осы шақтағы немесе болашақтағы шартты жаңағы жағдайды көрсетсе, бұл үшінші типтегі өткен шақтағы қандай да бір іс-әрекеттің өзгеруінің мүмкін емес екен, және қандай да біз соның орындалса деген қиялымыздағы әңгімені айтқан кезде қолданады екенбіз. Оны мұнда мысалдарға қарап қарастырайық. If I had been sick, I would have gone to the doctor. Егер мен ауыра қалғанда сол жылы, сол кезде өткен шақта, мен дәрігерге барар едім. Яғни біздің қиялымызда қандай да бір ой, If we had made this video early, you would have learned this rule. Егер мен осы видео сабақты ертерек жасағанымда, сіздер қазір осы ережені жатқа білетін едіңіздер. Бірақ ол мүмкін емес қой, мен жасаған да жоқпын, және сіздер оны жатқа да білмейсіздер. Яғни мен қиялымда қандай да мүмкін емес, жасалмайтын нәрсені айтып отырмын. If I had had money last year, I would have bought a flat. Егер менде сол кезде ақша болғанда, былтыр мен үй сатып алар едім. Яғни менде ақша болған жоқ, мен үй сатып алған жоқпын, және бұл менің қиялымдағы. Шіркін сондай болғанда ғой деген қандай да бір қиялымдағы әңгіме. If the weather had been nice yesterday, we would have gone to the zoo. Егер кеше ауа райы керемет болған кезде, біз хайуанаттар паркіне барар едік. Бірақ әттең ауа райы кеше жақсы болған жоқ, және біз бармадық. Яғни сондай болғанда ғой, мен осылай істер едім деп қиялымыздағы өткен шақтағы бір қандай да бір іс-әрекеттің болмай қалған жағдайда, солай болғанда ғой деп біз бір қиялдағанда, армандаған кезде осы үшінші типтегі шартты сөйлеммен береді екенбіз. Енді осы шартты сөйлемдердің ережесі түсінікті болса, мен сіздерге мына
сөйлемдерді беріп отырмын аяқтау үшін, оны комментарийға жаза кетіңіздер. Zero conditional деп отырғанымыз жаңағы нақты фактілермен сөйлеген кезде, шындықты қандай да бір деректерді, рас нәрсені айтқан кезде қолданамыз дедік. First conditional ол біздің жаңағы мүмкін, нақты, сенімді жағдайды болашақтағы айтқан кезде. Second conditional дегеніміз ол осы шақта немесе болашақтағы мүмкін емес жағдайды жеткізген кезде. Ал third conditional деп отырғанымыз бұл өткен шақтағы болмаған іс-әрекетті, қиялымыздағы бір сондай жағдай болса ғой деп қиялдаған кездегі іс-әрекетті көрсету үшін қолданамыз екен. Ал ендеше тағы бір қайталап өтейік. Zero conditional, яғни нөлдік типтегі шартты сөйлеміміз бұл if I get sick, I go to the doctor. Егер мен ауыра қалсам, мен дәрігерге барамын. Бұл нақты факт, немесе шындық. Ауырсам, дәрігерге барамын. First conditional, if I get sick, I will go to the doctor. Яғни бұл болашаққа болжам, сенімді түрде, мен болашақта осындай болып қалсам, мен міндетті түрде істеймін. Егер мен ауырсам, мен дәрігерге барамын. I will go to the doctor. Бұл жерде I деген бастауыштан кейін will деген көмешеттің тұрғанын байқаңыздар. Екінші, second conditional, if I got sick, I would go to the doctor. Егер мен ауыра қалсам осы шақта, мен дәрігерге барар едім. Бірақ та мен қазір ауырып тұрған жоқпын. Яғни бұл мүмкін емес жағдай. Ол жағдайдың болуы мүмкін емес. Third conditional, if I had been sick, I would have gone to the doctor. Егер мен сол жылы, сол уақытта, сол кезде ауырып қалғанымда, мен дәрігерге барар едім. Яғни менің сол кезде бір қандай да бір қиял ойым, егер мен сол кезде ауырып қалғанда ғой, мен бара салар едім сол дәрігерге деген сияқты біздің жаңағы болмай қалған іс-әрекетімізді жеткізуге осы third conditionalды қолданамыз екен. Ал енді бүгінгі сабақтағы мынау шартты сөйлемнің ережелері сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі бір сабағымызда бұл шартты сөйлемнің тағы аралас шартты сөйлем деген тақырыбын қарастыратын боламыз. Енді осы сөйлемдер сіздерге түсінікті болса, астында комментарийға жаңа берілген тапсырманы жаза кетіңіздер. Болмаса видеоны қайтадан қойып, қайтадан көріп шығуға кеңес беремін. Ал ендеше бұл түсінікті болса, мен сіздермен қоштасамын. Қош, сау болыңыздар.